Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 10 минутта дайын болатын хворс, яғни қытырлық дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен шұңғыл ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз және оның үстіне қантымызды салып, қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Барлық керекті заттарды описание бөліміне жаза кетемін. Міне осылай қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Құрметті көрермендер, осы YouTube каналымда тұрақты түрде рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Міне енді осылай жақсылап араластырғаннан кейін үстіне азырақ бөлме температурасындағы жылы суымызды құямыз. Су құймасаңыздар да болады. Мен енді қамырым жақсы жайылу үшін осылай азырақ су қосамын. Енді барлығын араластырып болғаннан кейін оның үстіне жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Ас содасын қосқаннан кейін де оны араластырамыз. Сосын оның үстіне жарты шай қасық тұз саламыз. Міне осылай барлығы еру керек. Ерігенше жақсылап араластырып, ұнымызды саламыз. Міне осылай ұнымызды салып, араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды салғаннан кейін оның бетіне бір шай қасық разрыхлитель салып, араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне енді ыңғайлы болу үшін осылай қолымызбен қамырымызды илейміз. Жұмсақ қамыр болады. Осылай жақсылап илеп, оны 5 минутқа тындырып қоямыз. Міне енді қамырымызды дөңгелек етіп, жұқа қылып жайып шығамыз. Осылай қамырымыздың бірінші үстінен басып аламыз да, кәдімгі етке жайған қамыр ұқсатып, жұқа қылып жайып аламыз.
Міне қамырымыз да дайын болды. Енді қамырымызды кесу ғана қалды. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды астын үстіне қаратып, міне осылай бірдей қылып қойып шығамыз. Сосын оны бірдей қылып қойып болғаннан кейін қолымызбен өлшеп төртбұрышты етіп кесіп шығамыз. Міне кесіп болғаннан кейін енді қамырымызды ораймыз. Қамырды орау үшін алдымен бірінші ұшын алақанымызға қойып аламыз да, келесі ұшымен сол бірінші қойған ұшына келесін қамырымыздың ұшымен оны дөңгелетіп айландырып шығамыз. Бірақ айландырған кезде арасы осындай ашық болу керек. Бір-біріне тым қатты жақындатпаймыз. Сосын екінші ұшын алғашқы басындағы ұшына әкеліп біріктіреміз да, оны сіріңкемен немесе зубочистканың көмегімен сол алдыңғы қамырмен бастапқы басындағы қамырды екеуін қосып осылай түйреп шығамыз. Егер орап жатқан кезде тым арасы ашық болып кетсе, немесе арасы тым жақын болып кетсе, оны қайтадан ажыратып, қайтадан осылай жасаймыз. Өйткені майға қуырған кезде екі ұшы шығып кетпеу керек. Міне дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай барлық қамырды орап шығамыз. Енді ораған қамырымызды осындай ұзынша таяқшамен, мен өзім осындай таяқша арнап қойғанмын. Осы таяқшамен айландырып майымызға қуырып шығамыз. Екі шетін бірдей етіп аударып, дөңгелетіп қуырып шығамыз. Міне осындай сары түсті болады. Қатты қыздырып қуырмаймыз. Жай қызған майда осылай сарғыш түс болған кезде аламыз. Міне осы видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай дөңгелетіп барлығын қуырып аламыз. Міне біздің хворостарымыз да дайын болды. Біз бұны бала кезімізде қытырлақ деп те айтатынбыз. Анамыз үнемі жасайтын. Сол кезде қытырлақ деп айтамыз. Міне енді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қант ұнтағын сепсеңіздер де, сеппесеңіздер де болады. Мен енді сеуіп шықтым. Сіздерге де кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Түскі шайға жасап істесеңіздер, жасап көрсеңіздер, шаймен ішкенге өте керемет болады. Менің каналыма тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Ас болсын.